16 желтоқсан 2025 жыл. Мына жерге тұрғындар тағы бір трансформатор қойыңдар деп акиматқа сұраныс сұраған, сөйтсе мынандай қай свалкадан алып келгенін білмеймін, Жаркент энергосвет деген мекеме әкеліп қойыпты. Мына қараңыздар. Мынандай немен байлап қойыпты. Ал мынаны көрдіңіздер ме? Қойған нелерін қараңыздар. Қандай керемет, е. Мықты бұлар. Осыны ойлап тапқанын қарамайсыз ба? Ертең мынау енді оңайлықпен құламайды әрине, бірақ құласа не болады деймін да. Ане ана жерде проволокамен сыммен байлап қойған. Енді мына қараңыздар. Ана жерде тоже линолеуммен байлап қойған. Көріне ма, көрінбей ма? Қазір. Міне. Өстіп байлаған. Мынаны қараңыздар. Светило науки. Мынаны қанша мың теңгеге сатып алды екен, интересно. Қанша ақша списать етті екен. Осын жасадық деп. Міне осындай. Көрдіңіздер ме, мына қара? Масқара мына. Мынаның несін түрін көріп адам шошиды ғой. Масқара, мына масқараның масқарасы бар ғой мынау. Көз бояушылықтың мына қара. Бұрап байлап. Мына қаңылтырды қараңдар. Қаңылтырды тартып тұрып байлап қойыпты мынаған. Ой, Жаркент Панфилов ауданының әкімдігі. Осыған не дейсіздер, айтыңыздаршы, маған жауап беріңіздерші. Мынау енді масқара ғой, 21 ғасыр. Президент Тоқаев бізде жасанды интеллект, искусственный интеллекті министерствосын ашамыз деп жатыр. А бізде Аққұдықтың ауылында осы трансформатордың түрі мынау. Қараңыздар. Шіріген уже дат басқан қаңылтырмен жауып қойған.